Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын мерекелік дастарханға арналған өте дәмді тіске басарлар дайындайтын боламыз. Ең алдымен тауықтың қанаттарын дайындаймыз. Тауықтың қанаттарын бірінші тұздап аламыз. Кеңірек ыдысымызға салып, қара бұрыштан себеміз. Және копченый қызыл паприкадан себеміз. Бәрін жақсылап бір-біріне үйкелеп сіңдіріп, бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Маринадталған тауықтың қанаттарын бірінші ұнға, екінші жұмыртқаға және үшінші осындай жүгерінің хлопьясын ұсақтап соған аунатып аламыз. Жұмыртқамызға сәл тұз қостық. Қалған қанаттарын дәл солай ұнға, жұмыртқаға және хлопьяға аунатып аламыз. Тавамызға май құйып қыздырып, тауықтың қанаттарын салып қуырамыз. Әр жағын 15 минуттан қуыратын боламыз. Тауықтың қанаттары дайын болды. Міндетті түрде түсірген кезде қағаз майлыққа түсірген дұрыс. Сол кезде артық майлары сіңіп кетеді. Дайындап көруге кеңес берем. Сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Ендігі кезекте баялыдан дәмді тіске басар дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен 3 баялыны жуып тазартып аламыз. Бірінші бөлігін осылай кесіп алып тастаймыз. Қалғандарын осылай сәл жұқалап кесіп аламыз. Қатты жұқа және қатты қалың болып кетпеу керек. Бәрін осылай бір келкі кесіп дайындап аламыз. Ендігі кезекте бізге сәл ұн, 2 жұмыртқа, кішкене тұз және осындай сары түсті панировочный сухарик қажет болады. Жұмыртқамыз бен тұзымызды жақсылап араластырып аламыз. Баялыны тұздамаймыз, тұзлы суға салмаймыз. Бірден осылай ұнға аунатып, артынан жұмыртқаға аунатып, одан соң панировочный сухаригімізға аунатып аламыз. Қалғандарында дәл осылай бірінші ұнға, екінші жұмыртқамызға матырамыз. Артынан панировочный сухаригімізға аунатып аламыз. Қалғандарында дәл солай істеп аламыз. Тавамыз қыздырып, сәл май құйып, баялымызды салып, орташа отта қуырамыз. Қатты қызып кетпеу керек, баялымыз күйіп кетпеу үшін. Қағаз майлыққа түсіріп аламыз. Қалғандарында дәл осы видеодағыдай қуырамыз. Салат жапырағын, моцарелла ірімшігін, қияр, қызанақты осылай салып ораймыз. Қалғандарында дәл солай қайталаймыз. Барлық баялыны осылай орап дайындап алған соң, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әдемілесеңіздер болады. Мен черри помидормен, әдемі шпажкамен әсемдедім. Ендігі кезекте өте дәмді тауықтың аяқтарын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен тауықтың аяқтарын жақсылап тұздап аламыз. Қызыл паприка, паприкамен де копченый. Жақсылап үйкелеп сіңдіреміз. Ыдысымызға салып, бетін жауып, 20 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін соусымызды дайындаймыз. 2 тіс үлкенірек сарымсағымызды ұсақтап турап аламыз. Және де 1 стакан йогурт қажет болады. Болмаса, айран пайдалансаңыздар болады. 1 шай қасық кепкен ас көк, 1 ас қасық лимон шырыны және 1 шай қасық горчица қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Дайын болды. Бұдан бөлек бізге панировочный сухарик қажет болады. Менде панировочный сухарик сары түсті. Тауықтың аяғын соусымызды аунатамыз және панировочный сухаригімізді аунатып, бәрін дайындап аламыз.
Бәрін дайындап алған соң алдын ала 180 градуста қызып тұрған духовкада 45 минут пісіреміз. Тауықтың аяқтары дайын болды. Сырты хрустящий, өте әдемі дәмді, іші сочный, жұмсақ, өте сондай дәмді болып шығады. Дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Ендігі кезекте екінші түрлі тауықтың қанатын дайындаймыз. Тауықтың қанаттарын бірінші тұздап аламыз. Кеңірек ыдысымызға салып, қара бұрыштан себеміз. Және копченый қызыл паприкадан себеміз. Бәрін жақсылап бір-біріне үйкелеп сіңдіріп, бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Сіңген соң, жаңағы ұнға, жұмыртқаға және панировочный сухариға ұнататын боламыз. Қалғандарында дәл солай дайындап аламыз. Дайын болған тауықтың қанаттарын қызған майымызға қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде екі жағын аударып 20 минуттай қуырамыз. Орташа отта қуырамыз. Қатты отта қуырсақ, күйіп ішіп піспей қалуы мүмкін. Тауықтың қанаттары дайын болды. Өздеріңіздің қалауларыңызға, фантазияларыңызға қарай әдемілеп дастарханға қойсаңыздар болады. Осы әдемі тіске базарлар дайындап көруге кеңес беремін. Кәдеден жасалған рулетиктердің және де бұршақтан жасалған осы салаттың рецептін астына видеоның описанияға ссылкасын қалдырып кететін боламын. Дайындап көруге кеңес беремін. Сіздердің қонақтарыңызға, жанұяларыңызға, отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Рецептерім ұнаса, лүпіл басып пікір қалдырыңыздар. Алда бұдан да басқа жақсы рецептермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.